Жаратылыстану пәнінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз электрлік құбылыстар, электр тізбегі дегеніміз не? Бүгінгі сабақта сен қандай жануарлардан электр заряды бөлінетінін білесің, неліктен найзағай шарқылдайтынын түсінесің, электрленудің қалай пайдаланатынын білесің, электр тізбегі неден тұратынын білесің, электр тізбегінің жұмысымен танысасың. Балалар, электр құбылысы дегенімізді қалай түсінеміз? Электр құбылыстан біз қандай заттар аламыз? Күнделікті өмірде қандай заттар электр құбылыстарының көмегімен жасалған? Осы сұрақтардың жауабын кәнекей бірге іздеп көрейік. Көптеген тірі ағзалар электр зарядын бөледі. Оларды біз жансыз, жанды табиғатынан аламыз. Мысалға, балықтар электр құбылысын бөледі екен. Мысалға, жайынның электр зарядын шығаратын мүшелері денесінің бойында орналасқан. Семсер балық Амазонка өзенінің тұщы суында тіршілік ететін балық. Ол әлсіз электр зарядын шығаратын балық. Тұтас қанаттар жемтігін өзінің электр зарядтарымен жансыздандырады. Жылан балық ең күшті электр зарядын шығаратын балық. Тұмсықты балық тұщы су балығы, ол Африканың лайлы суларында тіршілік етеді. Осы балықтар электр зарядын бөлетінін біліп жүріңдер. Келесі балалар, мына суретке қарайық. Бұл жерде қандай құбылыс болып жатыр? Дұрыс айтасыздар, әрине бұл найзағай. Найзағай қай кезде болады? Найзағай қатты жаңбыр жауғанда, аспанда қара бұлт жапқанда болады. Сонда балалар, аспанды қара бұлт жапқанда электр зарядтары шоғырланады. Оның разрядталуынан найзағай пайда болады. Бұл өте қауіпті құбылыс. Ерте заманда адамдар найзағайды айрықша құбылыс санап, одан үрейленген. Себебі оның қалай пайда болатынын білмеген. Балалар, электр қуаты пайдалы, зиянды болып екіге бөлінеді. Мінекей, зиянды түріне найзағай жатады. Егерде қатты жаңбыр жауған кезде айдалада жалғыз тұрған ағаш болса, сол жалғыз тұрған ағашқа найзағай түсуі мүмкін. Сондықтан қатты жаңбыр жауғанда, найзағай жарқылдаған кезде, далада жүрген кезде жалғыз ағаштың астына тұруға болмайды балалар. Осыны естен шығармайық. Балалар, бұл электр қуатының пайдасы мен зияны бар дедік, иә? Мына суретте енді электрлену көмегімен жасалған түрлі заттар. Бұл заттар электрленудің пайдасы. Мысалға, түрлі түсті принтер. Бұл принтер арқылы біз қағаз шығарамыз, суреттерімізді шығарамыз, солай ма? Әрі қарай, мына екінші суретте машинаны жуып жатыр. Және де үйде мысалы бізде шаң сорғыш бар. Осындай электрлену арқылы жасалған заттар біздің өмірімізді жеңілдетеді. Енді бұл заттардың зиянына тоқталсақ, мысалға, біздің ұялы телефон электрленудің көмегімен жасалған. Ұялы телефонды жастықтың астына салып ұйықтауға болмайды. Өйткені бұнда электр қуаты өте көп. Енді балалар, электр тізбегі неден тұрады? Сенің алдында қарапайым электр тізбегі тұр. Ол қандай заттардан тұратынын ата. Тұрмыста электр тізбегін қай жерлерден кездестіре аламыз? Мысалға, міне балалар, қазір мен сіздерге электр тізбегін атап шығамын. Мынау балалар, электр тізбегі. Мынау балалар, электр көзі.
Міне, мынау электр кілті, ал мынау шам. Тағы да бір рет қайталап жіберейік. Электр тізбегі, электр көзі, кілт және де шам. Электр тізбегі неден тұратынын есте сақтайық. Енді балалар, келесі мына суретке назар аударайық. Бұл жерде не бейнеленген? Әрине, бұл шырша. Егер шыршаға ілінетін шам тізбектің бір шамы күйіп кетсе, не болуы мүмкін? Ол әрі қарай жұмыс жасайды. Ал егер де шыршамыздың тоғынан жұмыс істемей қалса, онда шыршамыз жанбай қалады. Электр тізбегі қалай жұмыс жасайды? Мына суретте тұрған балаларға назар аударайық. Электр тізбегі ол бір заттан екінші затқа таралу арқылы жұмыс жасайды. Мына суретте балалар домалақшарды бір-біріне беріп жатыр. Бұның электр тізбегіне қандай қатысы бар деп ойлайтын шығарсыздар? Жаңа айтқандай, электрлену бір заттан екінші затқа таралу арқылы жұмыс жасайды. Балалар да солай жұмыс жасап жатыр. Олар домалақ шардың көмегі арқылы жасап отыр. Яғни бір-біріне беру арқылы. Міне, барлық заттың құпиясы осыда екен балалар.